Берекең кетсе, нең қалады? Тәрбиесі берілген білім адамзаттың қас жауы. Әл-Фараби. Басты мақсат дені сау, табысы жеткілікті ғана емес, көркем мінезді, бір-бірімен береке бірлікте сыйысып, тату тәтті өмір сүретін, жоғарғы деңгейдегі түсінікке келген саналы адамдар тәрбиелеу, олардың көздерін ашу, білім ғылымға беттерін бұру. Ол біздің қолымыздан келеді. Бұрынғы ізгі адам, ізгі қоғам жасайын деген жандардың себебімен емес, салдарымен күресіп келді. Қазір соңғы кезде білім ғылым жоғарғы деңгейде дамыды. Заманауи ғылымның жетістіктерін пайдалана отырып, нейробиология білімін оқып, тәсілдерін пайдаланып, ізгі адам, ізгі қоғам, саналды, сапалы қазақтарды жасайтын боламыз. Ешкімге қиянат жасама, ашуланба, ренжіме, кешірімді бол, немесе біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше деген ақыл, өсиет, уағыздар көмектесіп жатыр ма? Немесе Абай атамыздың бірінің етін бірі жеді деп әлі күнге дейін жеп келеді. Отбасыда, қоғамда, ұжымдарда ұрыс керіс кейде бір-бірімен алыспай, жұлыспай, беріспей жатады. Әрине, барлық адамдар ондай деуден аулақпын, бірақ та біздер саналы деңгейге көтеріліп, ата-бабамыздың бізге тастап кеткен ұлан ғайыр жерін қазағымыздың игілігіне, пайдасына пайдаланатын боламыз. Тек қана адам баласы өз сияқты адамдармен ғана тәтті сыйысып өмір сүріп қана қоймай, адамзаттың, тіршіліктің қас жауы атанған вирус, паразит, микроб, бактериялармен де сыйысып, олардың да ДНК-лары бар. Оларда өмір сүргісі келеді. Осылай өмір сүре алатын боламыз. Адам баласы өзі адам деңгейіне көтеріліп, өзін жаратылыстың бір бөлігі ретінде қараған кезде, табиғаттың бір бөлігі ретінде қараған кезде өзіне сыни көзбен қарап, кемшіліктерімен жұмыс жасай алатын болады. Ешқандай тәуелділіктерге салынбайтын боламыз. Дүкендердің сөрелерінде темекі, арақ, шарап тұратын болады. Біз оны саналы түрде сатып алмайтын боламыз. Мысалға, темекіні алатын болсақ, оны темекі деп қарамаймыз, сыртына жазылып тұрған сөздерді оқыңыз. Сізді өлімге апаратын, рак ауруын тудыратын нәрсені беріңізші деп ақ-адал тапқан ақшаңызға оны сатып алмайтын боласыз. Мені мас қылатын, есінен тайдыратын арақ шарапты беріңізші деген программаны миымызға жазып қоятын болсақ, саналы түрде оны ешкім сатып алмайтын болады. Уақытша энергияңды көтеріп, жүрегіңді соқтыратын жас жігіттер мен қыздардың өліміне апарып жатырған энергетикалық сусынды сатып алмайтын боласыз. Боялған соқтарды немесе кока-коланы, сізді рак ауруына апаратын нәрсенің саналы түрде сатып алмайтын боласыз. Сіздің иммунитетіңізді тоқтататын, рак ауруының клеткаларын тудыратын қантты, печенье, бөлкелерді, пирожныйларды саналы түрде соны сатып алмайтын боласыз. Сөрелерде толып тұрады, санаңыз сондай дамыған, ешкім оны сатып алмайтын болады. Сіз осындай адам болғыңыз келе ме? Ешқандай жаңағы өздеріңіздің кемшіліктеріңізбен жұмыс жасағыңыз келе ме? Жұмыс жасай алып жатырсыз ба? Немесе менікі дұрыс, басқаларынікі қате деген түсініктесіз ба? Әрине, мен өз басыма келетін болсам, ондай түсініктен аулақпын. Менің де кемшіліктерім көп. Кейде біз білмегеннен жасап жатамыз. Бірақ та осыдан 3 жыл бұрынғы өзімнің деңгейіме қарасам, қазір мен жоғарғы деңгейге көтеріле алдым деп 100% айта аламын. Саналы да сапалы қазақ бола алдым. Таңғы 5-те тұрамын, кешкі 10-да ерте жатамын. Денсаулығыма күнделікті депозит саламын. Күнделікті білім ғылымға келіп, білім ғылымды оқып отырамын. Және іс-қимылдарын жасаймын күнделікті, ой мен эмоциямды басқарып, уайымдамайтын деңгейге дейін жеттім. Оны тек қана өзім емес, жан-жағымдағы адамдардың бәрі көріп, мені осы күйінде мені қабылдап жатыр. Әрине, әр адамның кемшілігі болады. Осы білімнің ішіне қасымдағы жүрген ұстазымыздың 7-8 адамның бір жағдайы толғандырды деген кіріпті. Оның ішінде де мен де бармын. Кейде біз артық қыламыз деп тыртық қылып жатамыз. Қыздардың ниеттері өте таза, адал болғанын айта аламын.
жаңағы айтып кеткендей артық қыламыз деп тыртық қылып жатамыз. Біздерден де мысалға сұрап жатады көп нәрселерді. Біз де жауап беруіміз керекпіз. Білу ретінде бір өзіміздің дұрыс емес жасап жатырғанымызды білмей кейде бір істерді жасап қоямыз. Сол кезде кішкене бір ұстазымыздан ұрыс естіп қалдық. Сондай қатты сөз естіп жатырмыз. Мына жерден біз кетеміз, шығамыз деп жатырған, кетіп қалып жатырған адамдар болды. Кетіп қалып қайтадан келіп жатырған адамдар бар. Сол кезде мен қасымда қыздар болды. Мен кішкене өзімнің ой мен эмоциямды басқара алған жан екенмін, оны түсіндім. Қыздар да оны растай алады. Жоғарғы деңгейдегі түсінікке келу арқылы, түсіну арқылы шығып кете аламыз біз бұдан. Мысалға қатты сөздер естіп жатырмыз. Сен де сондай қатты сөздер естіп жатырсың. Сенде мінезің жоқ па, характерің жоқ па, ар-намыс деген сенде жоқ па? Иә деп сен айта беретін болсаң, сенің қадірің кетпей ма деген сөздерді барлық қыздардан естідім өзімнің тарапыма. Бірақ та түсіну арқылы, бұрында менде осындай тәжірибе болған. Бір даудың басын қайтардым, күшті істедім деп отырған кезде ұстазымыздан осындай ұрысты естіп, таңертеңнен кешке дейін түнімен жылағаным бар. Бұл ішімде мен өзімнің ой мен эмоциямды басқара алмай, ішімде ауру туғызып жатырғанымды ол кезде білмедім. Қазірде сондай жағдай болды. Бұл кезде мен жоғары деңгейдегі түсінікке келу арқылы ғана шығып кете аламыз біздер. Біздер бұл жерде өте керемет, мысалға әлемнің медицинасы емдей алмай жатырған ауруларды емдеп жатырмыз. Адамдардың бір кішкентай ғана алғыстарын естіген кезде сол үшін жұмыс жасаймыз біздер. Қаншама адамдар денсаулықтарын жақсартып, стресс, депрессиядан шығып жатыр, үйлеріне барып сондай алғыстарын көп айтып жатыр, аузымыз талып жатыр, бұл жердің жақсылықтарын айтып, нәтижелерін көріп, ағза тазалап, ашығып жатыр, жоғарғы деңгейдегі түсінікке келіп жатыр. Және Қазақстанның болашағынан үміт көріп тұрмыз, болашағын көріп тұрмыз. Осы жердегі нейробиология ғылымдарын өте жеңіл түрде, түсінікті түрде беріліп жатыр. Біздің жадымыз дұрыс алып, барлық білімдерді оқуға, кітап оқуға, білім ғылымға келіп жатырмыз деген осындай ұлы істерді, үлкен істерді жасап жатырғаннан кейін жоғарғы деңгейдегі түсінікке келу арқылы бәрін түсінеміз. Мен өзім білім ғылымның алдында бас иемін.